Көпшіліктің сұранысы бойынша бүгін фикус туралы айта кетейін, видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Мына клиенттің гүлі 5-6 айдан бері ешқандай жапырақ ашпаған. Ал бұның себебіне қарайтын болсақ, бұл кәдімгі магазиннің қара топырағы, ешқандай қоспасы жоқ, ешқандай жаңа жапырақ ашуға күші жетпеген бұл гүлдің. Одан кейін бұл гүлге жарық жетіспеген. Жарық жетіспегеннен нелері сабақтар сидайып кеткен, жапырақтардың арасы алыс орналасқан. Жарық болмаған жерде тіршілік болмайды, қыздар. Одан кейін бұл гүлге шөлдетіп су бересіздер, көп суды жақсы көрмейді десе, азғандай ғана беріп қояды екен. Өзі 2 апта шөлдеп тұрған гүл бір қанып ішіп алу керек қой. Одан кейін 2 аптаға дейін су құймаңыздар. Құйған кезде бүйтіп айландырып құйыңыздар. Мына топырағын қопсытып алып құйыңыздар. Сонда тамыр жақсылап қанып тойып ішу керек. Сонда суға тойған гүл жаңа жапырақ ашады. Одан кейін бұл гүл өте чистоплотный гүл. Мына жапырақ өмірі таза тұру керек. Асты үстін үнемі сүртіп отыру керек. Хотя бы тряпкамен, влажный тряпкалермен сүртіп отыру керек. Одан кейін агрикуланың для фикуса деген витамин бар, 2 аптада бір рет соны беріп тұрыңыздар. Ал маған подписка жасауды ұмытпаңыздар.